кечээден баштап Караганды облусунда аба райынын күрт өзгөрүүнүнө байланыштуу барлыктарыңызга маалым, көп жерге барлык багытка шектөөлөр коюлду. Қазіргі таңда Астана Караганды багытына, Караганды Астана багытына ілесіп алуу жүргүзүүнүн жумуштарын жүргүзөбүз. Яғни сиздерден сурайтынымыз, бизди озбай, асыкпай, жай жүрүүлөрүңүздү. Сактыкта коорлук жок. Мына жерде қазір күн ашык болгону менен гололед болмаса, кейбір учаскелерде жол көк тайгак болуп атыр. Кейбір учаскелерде жаңбыр жауып атыр. Сол себепті асықпай, бірінші легковой жеңіл жүргізуші машиналар жүрет біздің артымыздан. Яғни дорожный службаның техникалары, кейін екі патрульный полиция. Біз сіздерді Қарағанды облысының шекарасына шейін ілесіп алып, сіздерді жеткіземіз. Яғни ары қарай уже Ақмола облысы келіп сіздерді алып кетеді. Сол себепті колонна үлкен тоқтаған кезде арттарыңыздан дистанция ұстау керексіздер. Өйткені біреу кеп тоқтай қалса, арттарына екінші көліктер тоқтай алатындай. Түсінікті ма? Асықпаңыздар. Барлығын түсінеміз. Асығып тұрсыздар, үйлеріңізге еріккеннен ешкім тұрған жоқ. Түсінушілікпен қараңыздар. Біз де сол себепті түсінушілікпен сіздерді қазіргі таңда жеткізу жұмыстарын, шараларын ұйымдастырып жатырмыз. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Көліктеріңізге отырып, жолдарыңызды саласындар да, одан кейін сендер ше.